өмірде болмаған жағдайлар. Бүгін бізде қонақта Forbes журналы бойынша 21-ші орында тұрған Әділет мырза. Бірінші сұрақ, қалай байдыңыз? Қиқым, ұнтақ жегем нанның. Қарама-қарсы ресторан болатын үйге. Соның полный қиқым мен жегем. Тендердің ақшасын жедім, короче. Тендер жесеңіз түсінікті. Ендеше тұра тұрыңыздар. Ламборджинидан кім түсіп келеді? Жүш! Бұл Шәкәрім мырза Forbes журналы бойынша бірінші орында тұрған кісі. Бірінші сұрақ, қалай байдыңыз? Байлықтың сыры неде? Бауырым мен бар ғой. Ең бірінші 2019-да елбасымыз сиыр жайлайды ғой, 2 сиыр. Дәл сол жылы 4 емес, 5 емес, ровно 2 сиыр алдым. Содан кетті ғой, көтерілдім ғой. 2 сиыр. Елдердің сүті 1%-тен берсе, менің сиырымның сүті 6% бер. Саны құтты болды ма сонда 2 деген? 2 деген саны құтты болып тұр ғой мына жерде. Керемет, керемет. Мен деген су қосып саттым, сүтіне құртын саттым, осы микрокредит алған ғой. Содан кетті ғой, көтерілдім. Міне, Lamborghini әперіп тұр ғой. Сиырларыңыздың айырмашылығы неде? Ақылды ма немесе қалай? Сиырларым бар ғой, мөңірегенде елбасы, елбасы деп мөңірейтін ғой бар. Қалайсың, братан, амансың ба? Иші, жақсың ба, братан, амансың ба? Өзің, шүкір, привет. А чё, қызың ба, братан? Бақытты болыңдар, қызың ба? Қызың бес ба? Досың ба? Досың бес ба? Не ма? Қарындасың ба? Телеохранитель ма? Каз. Мамаң ба? Саламатсың? Әжең ба? Әжең ғой, әжеңіз. Класстасың ба? Класстасың ба? Не ма? Көңілдесің ба? Любовница ма? Бір-бірін танымайсыңдар, әшейін бірге келетсіңдер просто, ондай емес па? Ма? Ей, мен... Деп ойладым ғой. Поп, школ топ беш? Көше қайда шыққалар? Ақша жоқ. Продукт алу керек. Алып беші. Көше. Вот өсем, өзіме бәрін алам. Миллион шоколад алам мен өзіме. Алло, пап? Ақша жіберші маған? Жоқ ақша. Ну, пап, жіберші, пожалуйста. Жылай бермеші. Әдем осы кейбір жігіттер бар ғой, қыздарының бір жаққа шыққанға тыйым салатын. Мен сондайларды мүлдем түсінбеймін. Менің ойымша, қыз оқуға келсе оқу керек, жұмыс келсе жұмыс істеу керек. Киімге болу ұрсатын жігіттерді мүлдем түсінбеймін. Қыз не кигісі келсе соны кию керек қой. Ондай жігіттердің просто самооценкасы слишком төмен. Анандай қыздар түсінбеймін мен. Жігіттерінің миын жеп, қызғанып, қыдыруға жібермейтін. Еркек деген еркек болу керек. И вообще еркектер әйелдерінен сұранбау керек. Не қарап отырсың? Көйлек. Көйлек алу керек еді. Қайдағы көйлек тым ашық қой мынауын. Киме мұндайды? Сода мен Ғазизаның тойына не киіп барам? Кім айтты сен тойға барасың деп? Бармайсың ешқайда, үйде отырасың сен. Да, пацаны. Бір-екі минут шығам ғой, күте тұрыңдар. Сен өзің қайда бар жатсың? Футболға? Бармайсың футболға. Олардың бәрі қаласты. Жігіттерінің сені қайда апаратынын бәрін білем. Миымды жеп біттің ғой, анда барма, мұнда барма. Блин, а что делать, а? Что делать? Новый телефон, пахан убьет же, ё-моё, опа еще. Слышь, пацан, капец ты везунчик. На, даю, короче. О, опа. О, Да. спасибо, братан. Давай. Новый телефон. Братишка, что, блатной что ли такой? Не видишь, у нас съемки идут. Все, стоп, снято. В смысле съемки? У нас съемки идут, клип снимаем. Как? В смысле? Пацанчик! Да вы чё? Пацанчик!